Құрметті оқырмандар, мен өзім гонартроздан қалай құтылдым? Тізенің қатаюы, бүгілуі нашарлап, тізенің арт жағы ауыра бастайды екен. Өзім осы қандай жағдай екенін, артроз ба, артрит ба өзіміз толықтай зерттеп, гоноартроз екенін білдік. Және де бұдан қалай құтылдым? 5 ай бойы мен өзіміздің ұсынып жүрген остеовелді іштім. Бұның кереметтілігін айтудан шаршамаймыз. Тура осындай жағдай менікіндей, осы қатайып қимылдамауы, сүйек шеміршегінің мүжілуі тізенің, ауырсыну, бүгілмеудің көптеген адамдардың бізден көмек сұрап жататыны көп қазір. Сондықтан гоноартроздан мен қалай құтылдым? Гоноартроз дегеніміз не? Сүйек буынның барлық проблемасы біздің остеовелмен шешіледі. Сондықтан бізге осы арнайы тапсырыспен келіп жатқан